Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында. Бар кеңді, данамсың өмір көрген. Еш мектеп бер алмас тәрбиеңді, жан әке сенің берген. Анашым ардағым, жан шуағым, күш алсам түңілмеспін. Көрсең де өмірдің сан сынағын, перзент деп ғұмыр кештің. Асқар Даудай әкелеріміз, ақ-жаулықты аналарымыз аман болсын. Олар егер өмірден өткен болса, қасиетті жұма күні дұға бағыштап, Құран бағыштап қойыңыздар. Ал енді жаныңызда болса, құшақтап бір сүйіп қойсаңыз артық болмайды. Сізге өмір сыйлағаныңыз үшін мың алғыс дейіңіз. Ал енді сізден жырақта тұратын болса, хабарласыңыз, телефон қоңырауын шалыңыз, әкешім, анашым деп жылы сөзіңізбен қуантып қойыңыз. Армысыздар, қадірлі тыңдаушылар, ұлтымыздың үн жариясы Шалқар радиосы тікелей толқындағы бағдарламаларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Әуе толқынында әр жұмада өздеріңізбен бірге бүгінгі сөз бағдарламасында қауышамын. Бүгінгі сөз әрине мынау ән әлемінде болып жатқан жағымды жаңалықтарға, бүгінгі таңдағы осы қазақтың ән саласындағы мәселелерді қозғауға арналады. Олай болса, Шырайлы Шымкент шаһарынан біздің студиямызға көптеген танымал әндердің авторы бүгінде өзінің шығармашылық кешіне дайындалып жатқан композитор Ербол Байырбеков мырза келіп отыр, және қазір ғана әуе толқынында әке ана деген осы Ербол Байырбековтің жаңа туындысын тыңдадыңыздар. Бұл әнді орындаған әнші Заида Бабалықова да бүгінгі студиямыздың құрметті қонақтары. Қош келдіңіздер. Ал Ербол мырза, Алматы қатты ысып кетті ғой. Шымкенттің ыстығын алып келдік пе? Қош келдіңіз.
Иә, сондай ау деймін, Алматы жылы жақсы екен. Иә. Жадырап тұр ғой даламыз. Әдемі көктемнің шырайы жазға ұласып кететіндей бір ерекше көңіл күй болып тұр. Сондықтан да бүгінгі ауа райы ешкімнің әлеміне, әсіресе алматылықтардың, мына оңтүстік халқының әлеміне әсер етпейді деп ойлаймыз, иә. Ал Гүлмира Әділханқызы Нәлібай дыбыста қадағалап отырған Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай бүгін сөз бағдарламасын бастадық. Біздің тікелей толқындағы бағдарламамызды Шалқар радиосы Facebook парақшасынан да тамашалай аласыздар. Ал Ербол мырза, мінекей өзіңіздің шығармашылығыңыздағы көптеген әндерді жақсы білет, тыңдарман қауым, көрермен жұртшылық. Енді оның көш басында тұрған мынау Қазақстанның халық әртісі Мақпал Жүнісовадан бастап, өнерде өмірде бақты жұп, әдемі дуэт Жанболат Жазира және Жазира Байырбекова, Ләззат Байырбекова өзіңіздің қарындастарыңыздың орындауындағы және тағда басқа да көптеген әншілердің орындауындағы әндеріңіз әбден жүрекке ұялады. Енді сол әндердің барлығын мінекей ердің жасы 50-ге келдім деп бір қуанышқа кенеліп, алдағы күндерде Алматы қаласында 18 сәуір күні сен маған сүюді үйреттің деген тақырыппен әдемі кеш бергелі жатыр екенсіз. Алматыда жүргеніңіз сол кешке дайындықтың барысы болар. Иә, әрине сол. Алла қаласа 18-іне, апрельдің 18-іне деп отырмыз. Иә. Бөгенбай Батыр көшесінде 151-ші Конкордия залында 50 жылдық кешім әрі шығармашылық кешім осы күнге дейінгі жазылған танымал әндерім шырқалады деп отырмыз, Алла қаласа. Иә. Барша тыңдап отқан тыңдармандарды, алматылықтарды және қала қонақтарын сол күнге кешіме келіп, керемет кешті тамашаласа деген жаңағы келіп тамашалаңыздар. Иә, ниетіңіз бар ғой. Иә, тамаша. Енді Ербол мырза, мынау әннің бәрін тыңдаймыз, әншілердің орындауында керемет жүрекке қабылдаймыз, бірақ көп жағдайда мынау композитор есімін көпшілік былай қызығушылықпен, аса бір ыждахаттылықпен білуге тырыса бермейді. Бірақ енді Ербол Байырбек деген есіміңіз шығып жатыр, Құдайға шүкір, халықтың жүрегіндесіз. Жалпы сол автордың тасада қалуы сіздің көңіліңізді ауыртпай ма? Жоқ, алғашқы кездерде шамалы солай болатын тұғын, кейін адамның еті де үйреніп кетеді деген ғой, бәрі бір төбедегі бір Құдай біліп тұр ғой. Иә. Дегенмен айтылғаны керемет қой, айтылып, әрбір автордың жаңағы шығарылған әніңді орындалып жатқан кезде айтылса жаңағы. Иә. Халыққа жетіп жатса, оның өзі бір қуаныш дейсіз ғой. Маған бірақ өз басым жаңағы орындалып жатса, соны сүйіп тыңдап жатса, соның өзі де үлкен бақыт. Иә. Осы ән сіздікі екен ғой деп қалған сөздің өзі қандай. Пәлен ән сіздің әніңіз екен ғой, осы ән деп жаңа жатады. Иә. Тыңдармандар сол өздерде көңілін қатты қуанатыны рас. Бәрекелді. Енді бүгін жалғыз келген жоқпыз. Жанымызға әнші Заида Бабалықованы ертіп келіппіз. Заидамен көптеген өнер кештерінде жүздесіп қаламыз. Бүгін мінекей қайта қауышып жатырмыз. Қош келдің, Заида жан, амансың ба? Қош көрдік, Гүлмира, өзіңізді көргеніме қуаныштымын. Иә, Ербол Байырбековтың керемет әке ана тақырыбындағы әндерді көбірек орындайтын әншінің бірі өзіңізсіз. Жазира Байырбекова қыздарға қатысты сыңсу әндерді, қазақ қыз деген тақырыптағы әндерді орындаса, Заида Бабалықова әке ана тақырыбындағы әндерін орындайды, солай ғой? Иә, әрине. Біз Ерекеңмен жұмыс істеп бастағанымызға біраз уақыт болды. Мына алғашқы 20-шы жылдан таныстық, 20-шы жыл таныстық. Иә. Сол кезде мен өзіме бір тапсырыспен ән жаздырғым келіп жүрген. Енді Ерекең әндерін студент кезімізден тыңдаймыз, орындайтынбыз. Сол Ерекеңнің әндері менің табиғатыма жақындау. Иә. Сол себепті мен Ерекеңе қоңырау шалып ұсыныс тастадым. Бұл Ерекеңнің ойымыз, екеуміздің ойымыз бір жерден шықты. Осылай деп ең алғашқы әнімді Ерекеңе мен жолдасыма арнап жаздырдым. Иә. Бір арман, бір тілек деген Ерекең маған бір керемет ән жазып берді. Солай біраз жыл емененді үзілісте болып, үйде отырған адамға маған қайта сахнаға шығу бір керемет қуаныш болды. Иә. Ерекеңнің әнімен шықтым.
ол ән маған өте ыстық. Содан кейін ары қарай ол енді сәтті шыққаннан кейін Ерекеңе енді мына менің әкем мен анам өмірден өтіп кеткен. Иә. Сол бір кеудемде сағыныш жүрді. Иә. Не жазсам екен деп. Сонда ең бірінші Тағайбек Тұрысбек деген ақын бауырымыз бар. Сол кісіге ең бірінші сөзін жаздырдым. Осындай мен осылай мен әкем осындай еді, анам осындай еді деп осыған бір сөз жазып берсеңіз деп Қолқа салдыңыз. Қолқа салдым. Сіз маған айтып жіберіңіз дейді. Соны айтып отырсам, енді әке анаға деген сағыныш басқаша болады ғой. Әрине. Ол кісі менің ойымнан шығатындай қылып сөз жазып берді. Әнін сол Ерекеңе тағы ұсыныс жасадым. Өйткені Ерекеңнің әндерін мен сүйіп орындаймын. Рас. Осылай бір тамаша әндер дүниеге келді. Аллаға шүкір. Жалпы жан тебірентетін лирикалық әндерді Ербол Байырбеков бір өте бір керемет үйлесімділікпен жарыққа шығарасыз. Жалпы былай өмірде көрген кезде Ербол мырзаны сондай бір керемет әндерді шығаратын жан деп қабылдай алмаймыз. Өйткені бұл кісі сондай қарапайым, сабырлы, салмақты, салиқалы азамат, өзін жарнамалай бермейді, көрсете бермейді. Ал жүректен сондай бір керемет жаңа бұлақтың көзін ашқандай бір керемет туындылар шығып жатады. Мұның сыры неде, Ербол мырза? Енді сұраныс қалай болса солай жұмыс істеуге бірінші талпынамыз. Әрі жазған әннің әрқайсысы көңілінен, тыңдарманның көңілінен шығып жатса, ол деген үлкен бақыт мен үшін. Иә. Өйткені жаңағы сұраныс сұрап жатқан әнін жазып берсең, оны тыңдап отырып жаңағы көзіне жас алып, тура ойдағыдай жазыпсыз ғой деген кезде менің жаным қалай рахаттанатынын білмейсіздер ғой. Ол деген орны бөлек. Яғни сіз басым бөлігі сұранысқа қарай жұмыс істейсіз ба? Иә, көбінесе әншімен жақсылап сөйлесем, сосын барып ол кісінің жаңағыдегі жан дүниесіне кіргендей болып жазам әнді. Ол қалай орындайды, сол жағам. Ән жазу процесі оңаша отырсыз, қалай жүзеге асады? Тыныш, тыныштықта жалғыз өзім студиям бар, сол жерде отырып, тыныштық кезде ойлап отырып, жаңағы әншінің әрбір суретіне қарап, дауысын тыңдап, жаңағы көп нәрсені жаңағыдегі WhatsApp арқылы жібер деймін ғой дауыспен. Иә. Солай тыңдап отырып жазам. Әуен шығады, иә? Содан кейін ойлап отырып, оның айтылып жатқан сұраныстағы сөздеріне, осындай мағынасы осындай болса деген секілді, сонымен бірінші Құдай ғой, Аллаға шүкір, ойдағыдай шығады әйтеуір. Иә, енді Байырбековтер әулеті о бастан халыққа белгілі, танымал әулет, себебі біз бала кезімізде мынау Түркістан жақтан Байырбековтер әулетінің жаңағы кішкентай кассетасы халыққа тарап жататын, яғни бір отбасылық ансамбль болдық, солай ғой? Иә. Ары қарай қанатымызды кеңге жайдық. Асыл мұра деп алғашқы кезде, кішкентай кезімізде ансамбль болдық. Семьямызбен жарыстарға бардық, орындар алдық жоғары. Кейінен мен өзім негізі домбырамен ән айтатын термеші болып жүрдім. Солай ма? Иә. Солай болып жүріп, бірнеше деген көптеген келіннің бетін ашып, домбыра ашып термеші тұғым. Содан кейін эстрадаға ауыстық. Сөйтіп жүріп, жаңағы конкурстармен мен эстрадный цирковойға оқуға түстім. Иә. Вокалға түстім. Лаки Кесоғылының жаңағы шәкірті болдым. Кейін әйтеуір қиын қыстау уақыттарда сол бір нелердің несімен мен артымда еріп келетін қарындастарым ән салып келеді. Сонымен әнді қояйын деп мен басқа сауда саттыққа, басқа жолға кеттім. Әкеңіз ерте кеткеннен кейін бас көтерер өзіңіз болдыңыз ғой? Жоқ, ол кездерде әкем аман еді, бірақ жаңағы қарапайым семья болдық. Жазира, Ләззат, артымдағы қарындастарым бәрі әлі оқып жатыр. Мектепте ән айтып жүрді. Сонымен ән жазумен шектеліп қалдым мен. Анда-осында гитарамды алып ән жазам, ол қарындастарым ұнайды, олар орындап шығады. Бірақ енді ол кездегі жаңағы рахатты айтамаймын енді. Өзің ойланып, тебіреніп шығарған әнді біреу орындап атса, біреу оны ұнатып атса,
ол дегенің үлкен бақыт. Оқуды тастап кеткеніңізге өкінбейсіз бе? Қазір дипломы жоқ композитор деуі мүмкін ғой. Кейіннен жаңағы колледжді жалғастырып, жасым бірнеше уақытқа келген кейін осы 17-ші жылдары Шымкент қаласында басқа нені бітіріп алдым. Музыкалық білімді алдық, иә? Тамаша. Бірақ дегенмен ол өткен күндерге еш өкінбеймін. Ол өткен өміріме маңлайыма жазылып тұрған не шығар. Тағдырға жазылған жазу, иә? Енді әндердің бәрінің әрқайсының жөні бөлек, жолы бөлек, тарихы бар дегендей, соның ішіндегі ең бір жаныңызға жақын қай туындыңыз? Бір жүрекпен деп жазған әнім бар. Сол әнім негізі өзіме арнап жазғандай болған. Оны Белғозиева орындайды. Ұлбосын Белғозиева ма? Сол кісінің орындауында. Бұл кеште ол кісі Алматылық бұл кеште болмайды. Сол себептен бұл әнді алдағы 18 апрельде өзім орындауым мүмкін. Тамаша. Енді көп жағдайда мына композиторларды орындаушы ретінде көре бермейміз. Бұл биылғы ердің жасы 50-ге келгендегі жаңалық. Ербол Байырбеков ән салып шығуы мүмкін. Міне. Тамаша. Ал енді Заидаға қарай әңгімені ойыстырайық. Заида, шынында да біз ән әлемінде көп көріне бермейміз. Кейбір шараларда ғана болмаса, бірақ десек те әйтеуір жұмыс жүріп жатыр. Алдымен бір туған жерге бір тоқталып өтсек, қай өңірдің қызымыз? Қайда білім алдық? Мен Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарасу деген ауылда дүниеге келдім. Сол ауылда мектеп бітіріп, Алматыға келіп, ән өнерін эстрада цирк колледжінен басталдым. Иә. Сол ары қарай Талдықорған Жетісу мемлекеттік университетін аяқтадым. Иә. Қазір осы Әуезов ауданында номері 130-шы гимназияда музыка пәнінің мұғалімі болып. Шәкірт тәрбиелеп жатыр екенбіз ғой. Тамаша. Ал енді жалпы Ербол Байырбековпен шығармашылық байланыс жайлы айттық, басқа да композиторлармен жұмыс жасап жатырмыз ба? Әлде бір өзіміздің жан дүниемізге жақын адаммен өмір бойы байланыс орнатып кететініміз бар кейде? Енді кішкене әртүрлі бағыт болсын деп, бағыт дейма, разнообразие деген. Әртүрлі, бағытта. Солай болсын деп, мына биыл бізде класстастарымызбен 30 жылдық кездесу болды. Соған арнап өздеріңізге танымал жаңағы Әлжан Нұрлыбек деген жігіттің Достарым деген әнін орындадым. Тамаша. Сол сөзін жазған Тағайбек Тұрысбек, әнін жазған сол Әлжан Нұрлыбек деген бауырымыз. Одан кейін ұлым бар, ұлыма жазда сүндет той жасадық. Соған арнап, ұлыма арнап Ерғали Көшербаев бауырымыз ұлыма деген бір ән жазып берген. Сол әзірше осы 3 композитормен мен жұмыс жасаудамын. Үшеуі де Шымкенттікі. Шымкенттің жігіттері өнерлі келеді ғой. Жігіттерінің жаны нәзік па деп ойлап қалам кейде. Керемет туындыларды жарыққа шығарып жатады. Соның бірі Ербол Байырбек, бүгінгі Шалқар радиосының бүгінгі сөз бағдарламасының құрметті қонағы. 18 сәуір Алматы қаласында сен маған сүюді үйреттің деген керемет. Әдемі ердің жасы 50-ге толған мерейтойына арналған шығармашылық ән кешін ұйымдастырғалы жатыр. Мінекей дайындық жұмыстары аясында бүгін Шалқарға келіп жатқан жайы бар. Енді сен маған сүюді үйреттің, бұл бір ерекше тақырып. Сондай бір керемет Жазираның орындауында талай көңілді тербеді. Сезім қылын шертті деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Аздаған бір тарихына тоқтала кетсек. Сөзі Ақмарал Любаева. Бұл әнді негізі Жазираның өзіне кезегімен әндер жазып беріп тұрдым. Аллаға шүкір бәрі ойдағыдай тыңдарманның ойынан шығып хитқа айналып жатты. Сонымен Жанболатқа арнап осы әрі бұл әнді таңдаған себебіміз ортаға жастарды билетуге, әрі сахнаға да жарасымды болады деп. Бұл әнді таңдаған себебіміз мен Ақмарал Любаева әпкем шақырған екен. Сонымен сол бардым. Барсам қолына 8-9 шығармасын дайындап қойған екен. Тура соның бетінде тұрған жазылған дайын
сөз болып шықты. Бұны бірден оқыдым, содан бірден ән шықты. Бұл ән өзі негізі сол 5-10 минутте шыққан ән. Бірақ айтылған ән. Қандай, Бірақ айтылған ән болды. Содан өзімді тағдай бір-екі рет тыңдап көрдім. Жазираға жібердім. Жазира мына керемет ән қойды. Жақсы туындыларды бірінші Жазираға, Ләззатқа жібересіз-ау деймін, Жоқ, ондай емес. Енді қарындасымыз ғой, не дегенмен де. негемен Жазираның орындауында ойлап отырып шығарылды. Әрбір әншінің мені танымал болған әнші болсын, егер жаңағы тапсырыспен жазғанда да даусыңды естейші, не қылайшы дегенім жаңағы сол ғой. Иә. Мен Жазира өзі бір ұяда өскеннен кейін белгілі ғой. Иә. Оның орындауында мен өзім жазып жатқанда жаңа айттым ғой. Сол адамның ішіне кіріп сондай сияқты жазғым келеді жаңағы. Иә. Соның орнында, осылай орындаса, осылай айтса деп гитарамен отырып Орындаушының жан дүниесіне. Енді олар өзіңізге жақын болғаннан кейін көп жағдайда әдемі туындылар жарыққа шығатын сияқты. Жарқатты қалды ғой сосын. Ол Жазира 2 күн 3 күннен кейін қайтадан жіберді. Оны орындап жібергені. Алғашқы кезде бірінші мен өзім орындағанның өзінде әрбір әніне көзімнен жасым шығып кетеді. Бірінші рет бір жылап аласыз. Керемет шықты деп. Кейін Жазира орындап қайтып жіберген екен. Сол кезде болды, мына ән шығатын болды дедім. Иә. Аллаға шүкір, қазір Қырғызстан болсын, басқа Өзбекстан болсын, бәрі өз тілдеріне аударып алып айтып жүр. Иә, солай деп естідім. Ешқайсысына жоқ деген жоқпын. Бірақ ұрсатын айтып болған соң бейнебаянда түсіріп алғандары бар. Иә. Ағасыға рахмет деп өз тілдерінде сөзін жазып орындап жүр. Тамаша, керемет. Енді бұл әніңді тек қана қазақ халқы емес, өзге түркі халықтары да орындап жатсам, ол кәдімгідей зор бақыт қой. Одан бір ақы сұраудың, ол рұқсат сұрамады деп, оған өкпелеудің де ешқандай орны жоқ деп ойлаймын. Тамаша, міне жалпы ән шығаруды ол оңай емес, ән айту да оңай емес. Ән айтсаң жаныңды жеп айтасың дейді. Сондықтан да мынау меніңше Ербол Байырбеков бақытты адам, бақытты композитор. Себебі әншісі де бірден жақсы, өте жоғары деңгейде таңдалады, және ақыны да сол өзінің әуеніне сай кәдімгідей өлеңді шығара кетеді. Ал ол енді сахнаға шығып керемет халықтың назарына жеткеннен кейін тіпті құлпыра түседі. Сондықтан да сізді мен бақытты композитор деп айтсам артық айтқаным емес қой, иә? Рахмет үлкен. Иә. Бұл әрбір әнді жаңа айтып отырмын ғой. Тыңдарман сүйіп тыңдап жатқан кезде өзінің жаның рахат алуы ол ерекше. Ерекше, оны айтып жеткізу мүмкін емес. Ал негізде жаңа сіз айтып жатқандай ән жазуды оңай емес дегендей. Иә. Кейде жүректі қозғайсың ғой. Ән жазудың өзіне үлкен дайындық, көңіл күй керек. Кейде жазамай кететін уақыттарда болады. Өйткені ойың бір жерде емес. Қазір енді алаңдайтын сәттер де бар дейсіз ғой. Иә, сол бұлай жаза салатын нәрсе емес. Өйткені ол әнің бүткіл тыңдарман көңіліне шыққаны дұрыс қой. Әрине. Сол себептен қазір енді Алла қаласа жуырда шығады. Мақпал әпкемізге тағы 1-2 ән жазып жатырмын арнап. Шөберем деген, сосын тағы бір тақырыпта. Шөбере деген тақырып кетті ма Мақпал апайға? Керемет. Өзі сұрады. Ай, бәрекелді. Шөбереге жетсін. Шөберем деп мен анама арнап шөбере деп бір ән орындайын деді. Соны жазып жатырмын. Бәрекелді. Сонымен 18 сәуір Ербол Байырбековтың шығармашылық ән кешінде өнер көрсететін қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары Мақпал Жүнісова, Гүлмира Ақұрпекова, Жүсіп Ақшора, Уәлибек Абдырайымов, Ләззат Байырбекова, Майра Битемір, Қанат Әмірханов, Бақыт Шымырбаев, Нұрсұлтан Әріпжан, Мирас Құралай Бекжановтар, Саттар Ирубаев, Мақсат пен Меруерт дуэті, Жанболат пен Жазира, Ержан мен Салтанат, мінекей Тархан, Ләйла, Құдайбергеновтер деген дуэт бар екен. Тамаша, керемет. Заида Бабалықова, Марат Төлебаев, Ахмет Гүлшат дейді, мінекей. Және Жанна Жұматай, Қарлығаш Бейсенбаева, Дуана, Замира, Сапар. Ой, жаңа есімдер көбірек екен, е? Жаңа есімдер. Енді
мен кейде осы кей адамға таң қаламын, мана әншінің жартысын танымаймыз ғой дейді да. Мен айтамын, сен қалай танисың, егер сен оны білмесең, естімесең, көрмесең, танымасаң? Әрине танымайсыз. Сондықтан да біз енді осындай танымал өнер жұлдыздарымен қатар елде тасада жүрген осы Заида сияқты қаншама таланттарымызды да жарқыратып шығаруымыз керек, көрсетуіміз керек. Бұл жағынан келгенде Ербол Байырбектің де тағы да ұтымды тұсы әркез жастарды қолдайды. Сонымен бүгінгі хабарымызды осымен аяқтаймыз. Заиданың орындауындағы бір әке ана деген тақырыптағы әнмен түйіндейміз. Бір ауыз тілегіңіз болсын, е? Рахмет үлкен. Құрметті алматылықтар, қазақстандықтар. Енді Алматымызда 18-ші сәуір күні Конкордия залында шығармашылық кеш болады, тамаша кеш болады деген ниеттеміз. Күлдіріп жылататындай деген сияқты. Мен енді әзілді әндер де айтылады, жаңағы Уәлібек ағам мен Жүсіп ағамыз келеді. Мұңлы әндер де болады. Келіңіздер, тамашалаңыздар, керемет кеште бірге болыңыздар. Бәрекелді. Көп рахмет. Ал шығармашылығыңыз шарықтай берсін, жаңа әндер көбейе берсін. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай, сіздермен қоштаспаймыз. Түскі әуенде біргеміз. Бір көрген түсте бөлекпін, қазір басқамын. Өзіңді көрдім, соңыңнан ердім, шаттыққа толды аспаным. Жолықтың қалай, жолымды таба алмай, жүргенде жарық жалғаннан. Түсіндім, толғандым, адал жандардың адаспайтынын арманнан. Жолықтың қалай, жолымды таба алмай, жүргенде жарық жалғанан. Түсіндім, толғандым, адал жандардың адаспайтынын арманнан. Тәп-тәтті тілек бақыт құсындай, самғайды биік самғайды. Ертеңге деген үмітімізді ұлымыз мына жалғайды. Жолықтың қалай, жолымды таба алмай, жүргенде жарық жалғаннан. Түсіндім, толғандым, адал жандардың адаспайтынын арманнан. Жолықтың қалай, жолымды таба алмай, жүргенде жарық жалғаннан. Түсіндім, толғандым, адал жандардың адаспайтынын арманнан. Жолықтың қалай, жолымды таба алмай, жүргенде жарық жалғаннан. Түсіндім, толғандым, адал жандардың адаспайтынын арманнан. Жолықтың қалай, жолымды таба алмай, жүргенде жарық жалғанан. Түсіндім, толғандым, адал жандардың адаспайтынын арманнан. Түсіндім, толғандым, адал жандардың адаспайтынын арманнан.